дене шынықтыру және спорт басқармасының тапсырысы аясында Айдында ауданымыздың аумағында Наурыз марафоны жалауын желбіретіп, өңіріміздегі түрлі мекеме, бөлімдер белсенді түрде атсалысты. Ол жайында аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Алмат Садиев айтып өтті. Облыс басқармасынан көктем марафоны, яғни Наурыз марафоны ұйымдастырылған болатын. Алакөл ауданында 16 күні осы үлкен шара қолға алынып өткізілген болған. Осы күні біз білім бөлімі арқылы спорт бөлімі және ауданда орналасқан трансойл мекемелер арасында осы шара жүргізілген болатын. Бүгінгі таңда арғарай әскери бөлімдерге жалғасуда. Жалпы көктем айында Наурыз айы бойынша осы шара жалғасын таба бермек. Наурыз мейрамының қарсаңында марафонды қабыл алған 9807 әскери бөлімінің жауынгерлері спортқа деген аудан тұрғындарының қызығушылығын арттыру және денсаулықтарын шынықтыру мақсатында 8 шақырымдық межені еңсерді. Аталған бөлімнің 230-дан астам сарбазы бір ауыздан Төле би, Дулепов және Қонаев көшелерін жаяу жүгіріп шықты. Аталған бөлім Наурыз марафонын 21-77 әскери бөліміне жолдап, барлық мекемелерді осы игі істі қолдауға шақырды. 9807 әскери бөлімінің ас Наурыз мейрамына орай марафон өткізіліп, марафонға қатысқан әскери қызметшілер 21-77 әскери бөліміне эстафета табыс етеді. Спорт денсаулық кепілі. Сондықтан да Наурыз марафонын жалғастырып, өскелең ұрпаққа үлгі болу жолында аянып қалмаңыздар. Алмат Есенбеков, Нұрбақыт Хусинов, Алтынай Азимханова, арнайы Алакөл үшін.